Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қамыры үлпілдек болып шығатын топ-томпақ пирожкилердің рецебімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызды алып, үстіне жылы сүтімізді құйып аламыз. Сонан соң жылы суымызды құйып, үстіне тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз, бір дана жұмыртқамызды салып, үстіне құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз да, үстінен сұйық майымызды құятын боламыз. Тағы да бірнеше рет араластырып алып, үстінен електен өткізілген ұнымызды біртіндеп 2-3 бөлікке бөліп сала отырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Мына илеп жатырмыз, бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз өте жұмсақ, жабысқақ қамыр болып шығады. Үйін қанғанша жақсылап илейтін боламыз. Мына қамырымыз да дайын болып қалды. Енді үстіне пищевой пленкамен немесе мен секілді пакетиктің көмегімен жауып, жылы жерге 45-1 сағат көлемінде қойып қоятын боламыз көтерілгенше. Қамырымыз көтеріліп ашығанша тазаланған картобымызды бөліктерге бөліп турап алып, үстінен салқын суымызды құйып, картоптың бетіне шыққанша картобымызды отқа қойып пісіріп алатын боламыз. Міне картобымызды да пісті, артық суын төгіп тастап, үстінен сары майымызды саламыз. Сонымен қатар дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, жақсылап картобымызды езіп алатын боламыз. Картоп езетімен немесе шанышқының көмегімен езіп алсаңыздар болады. Кастрөлімізден ертерек сусын деп мен тәрелкеге түсіріп алдым картоптарымыздың барлығын. Картопқа қуырылған жуаны қосуға болады. Менде балалар жемейтін болғандықтан жуаны қоспадым. Міне қамырымыз да көтерілді. Қамырымызды ұнсыз шамалы май жаға отырып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөлесіздер. Мен орташа көлемде бөліп алдым. Яғни пирожкилеріміз орташа пішіндес болады. Сіздер кішілеу қаласаңыздар, кішілеу қылып бөліп алсаңыздар болады. Бөлінген қамырларымыздың барлығын осылай бейнеде көріп тұрғандай дөңгелектеп аламыз. Қолымыздың көмегімен осылай баса отырып, жұқартып алып, ішіне бір ас қасық жаңағы дайындаған піскен картобымызды сала отырып, пирожкилерімізді түйіп алатын боламыз. Барлық пирожкилерімізді шетін ішіне қарата отырып түйеміз. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша да түйулеріңізге болады. Маған осы қолайлы болғандықтан мен осылай барлық пирожкилерімді түйіп алдым. Енді майымыз қызғанша орамалдың көмегімен бетін жауа тұрамыз 5 минутқа. Майымыз да қызыды. Енді біртіндеп майға сала отырып, пирожкилерімізді алтын түстес болғанша екі жағынан осылай қуырып алатын боламыз. Қып-қызыл болып қуырылып жатыр майда. Көптеу майда қуырамыз. Қуырылып піскен пирожкилеріміздің барлығын осылай майын сорғыта отырып, қағаз майлықтың үстіне қойып қоятын боламыз барлық пирожкилерімізді. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады, үлпілдек болып өте дәмді болады. Сонымен қатар топ-томпақ пирожкилер пісіп шықты. Үйлеріңізде міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Назарларыңызға көп-көп рахмет.